Қайырлы күн, құрметті конференцияға қатысушылар және әріптестер, зиялы қауым өкілдері. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті жанындағы көпсалалы колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Ескендирова Көгершін Жолдыбайқызы, педагог зерттеуші Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері. Бүгінгі жаһандық білім беру кеңістігіндегі басты тренд маман даярлау сапасын жаңа деңгейге көтеру. Осы орайда кәсіптік білім беру, яғни колледждер жүйесінде болашақ қазақ тілі мен әдебиеті педагогтарын даярлаудың іргелі алғы шарттарын айқындау кезек күттірмейтін өзекті мәселе. Қазіргі уақытта Қазақстанда заманауи білім берудің ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл процесс білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. Каменскийдің, Гербарттың дәстүрлі педагогикасының орнын басқасы басты. Ол тәрбиеленуші оқу қызметінің субъектісі ретінде өзін-өзі өзектілендіруге, өзін танытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы жеке тұлға ретінде бағытталған. 21 ғасырдың адам санасы шарықтап дамып, техниканың жедел қарқынмен жетілуі осы заманның сұранысы мен талабына сай білімді, мәдениетті, өзгермелі уақыттың түрлі жаңалығымен тең басатын өмірге үйлесімді тұлға дайындау барлық оқу орындарының өзекті мәселесі болып отыр. Бүгінгі таңда ой санамызды технократиялық білім мен әлемнің технократиялық бейнесі жаулап алғанын бәріміз де мойындаймыз. Біз сенімді түрде қуатты компьютерлік технологияны пайдаланудамыз. Жаһандық ақпараттық кеңістік қалыптастырып, нанотехнологиялар қолданып жатырмыз. Клондау және генетикалық жетілдіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл дүниедегі рухани өрлеу мен ізгілендіру қалай ұштасады, қалай бір-бірімен үйлесім табады. Осындай өмірде болып жатқандардың мән мағынасы мен бағасын гуманитарлық білім бере алатыны анық. Тек сол ғана бізді сан сұраққа талмай жауап іздеуге ұмтылдырып, дүниенің бағдарын, басымызда не өтіп жатқанын аңғаруға, ненің керек екенін бағамдауға мүмкіндік береді. Гуманитарлық білімнің ең маңызды мақсаты адам болмысын аша отырып, өмірдегі өз орныңды таба алу және тани білу екені. Асылы, болашақ адамның ішкі жан дүниесінің қазіргі қалпына байланысты болмақ. Айта кетерлік жайт, отандық білім теориясы мен практикасында пәнге негіздеген парадигмадан гуманитарлыққа өту жүруде. Негізгі білім беру бағдары тұлға, оның адами сапасы. Әлем жылдап жаңаруда, осы өзгерістердің жаһандық сипаты басым. Гуманитарлық болашақ адамның ішкі жан дүниесінің қазіргі қалпына байланысты болмақ. Айта кетерлік жайт, отандық білім теориясы мен практикасында пәнге негіздеген парадигмадан гуманитарлыққа өту жүруде. Негізгі білім беру бағдары тұлға, оның адами сапасы. Әлем жылдап жаңаруда, осы өзгерістердің жаһандық сипаты басым. Гуманитарлық ғылымдардың өзі де өзгеруде. Тақырып аясы кеңеюде, ғылым аралық шекаралар тоғысуда. Зерттеу әдістері күрделенуде және жетістіктерді бағалаудың жаңа өлшемдері енгізілуде. Сөз жоқ, қай-қайсымыз да білім беру үдерісін қайта реттеу керектігін жақсы сезінеміз. Себебі білім беру үдерісі де оған қатысушы да өзгеріп жатыр. Колледжде болашақ филологтарды даярлаудың ең бірінші және басты алғы шарты рухани құндылық бағдар. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, тіл халықтың болашағы. Жаһандану дәуірінде ЮНЕСКО-ның мәдени әртүрлілікті сақтау концепциясына сәйкес, болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі тек ереже жатататын техникалық маман емес, ұлттық кодты, діл мен дінді оқушы санасына сыни тұрғыдан сіңіретін тұлға ретінде қалыптасуы тиіс. Рухани тереңдік, кәсіби құзыреттіліктің ірге тасы. Көркем әдебиет ұлттың жүрегіне апарар жол, ал әдебиет пәнін оқу мен оқыту ісі ұлт азаматын, яғни тұлғаны қалыптастыру ілімінің аса маңызды арнасы. Қандай халықтың болсын тұтас табиғатын түсіну үшін ойының бойындағы үш түрлі қазына көзін міндетті түрде игеру қажет. Дәлірек айтқанда, сол ұлттың тілін білу, екінші сол халықтың тарихымен танысу, үшіншіден оны көркем әдеби мұрасын ұғына білуі керек. Бұл үшеуінің бірі кем болса, сол халық туралы түсінігіміздің де орта болғаны. Түптеп келгенде, қазақ әдебиетін оқу, әдеби шығармаларды білу, өзін қазақ ұлтының перзентімін деген әрбір азаматтың, мейлі ол қандай мамандықтың иесі болсын, қасиетті міндеті болуы тиіс.
Осы мақсатта колледж студенттері оқыған шығармаларынан сахналық қойылым қойып, өздерін рухани байытады. Сонымен қатар, осы қойылымдарды белсенді ұзақ өмір сүру орталығына апарып, зейнеткерлердің назарына ұсыну дәстүрге айналған. Екінші маңызды алғышарт мемлекеттік стратегиялық мақсаттармен үндесу. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығы білім беру бағдарламаларының мазмұнына тікелей әсер етті. Колледждердегі даярлық деңгейі студенттің өзін ғана емес, болашақта ол сабақ беретін мектеп оқушыларын кітап оқуға баулу алатындай әдістемелік шеберлікке ие болуын талап етеді. Зерделі ұлттың негізі кітап оқитын мұғалім. Бұл тарихи құжат, кітап оқитын, ой өрісі кең, сыни тұрғыдан ойлай алатын зияткер ұлт қалыптастыру арқылы елдің адам капиталын жаңа деңгейге көтеруді көздейді. Осы орайда болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері қоғамдағы және мектептегі оқу мәдениетін цифрлық кітапханалар, жаңа медиа құралдары мен креативті жобалар арқылы ілгерілететін басты қозғаушы күшке айналып отыр. Біз дайындап жатқан жас мамандар осы жарлықтың негізін орындаушылары, мектеп қабырғасындағы басты көшбасшылары. Олардың міндеті баланы кітап оқуға мәжбүрлеу емес, кітап оқуды сәнге, интеллектуалды трендке айналдыру. Өкінішке орай солардың көпшілігі әдебиет пәнін тек қана кітап оқу дәрежесіндегі дүние деп қабылдайды. Яғни, әдебиетті оқыту ісін өздерінің әр кезде оқыған бірлі жарым көркем шығармасы деп қана түсінеді. Ал көркем әдебиеттің жалпы тәрбиелік мәнін, оның ғылыми ретіндегі маңызын, адамның жан дүниесі мен ақыл ой парасатын қалыптастырудағы өлшеусіз мазмұнын назардан тыс қалдырады. Білім беру жүйесінде қазақ әдебиеті пәнін оқыту тек лекция немесе түрлі формадағы сабақ өткізу шеңберінде қалып қоймауы тиіс. Жас ұрпаққа әдеби эстетикалық тәрбие берудің аясы мұнан әлде қайда кең. Әсіресе әртүрлі формада ұйымдастырылатын әдеби кештердің маңызы айрықша. Өз тәжірибемізге сүйеніп айтар болсақ, жергілікті ақын жазушылармен кездесу өткізіп, сұхбаттасудың әсерінің зор болатынын айтар едім. Біріншіден, жастар тікелей қаламгердің өзін көреді, әдеби шығармашылықтың қыр-сыры жөніндегі әңгімесіне қанығады. Педагогикалық қызметтің басты мақсаты студенттер мен оқу тәрбиесінде жаңа педагогикалық технологияларды ұтымды пайдалану. Ол үшін жаңа технологияларды игеру және оны шығармашылықпен дамыту, инновациялық технологиялармен білім беру. Қазақ әдебиеті сабақтарында жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушылардың таным белсенділігін арттыру, қазіргі қоғам талабына сай ой өрісін дамыту, шығармашылығын кеңейту, дамыту, терең білімді, бәсекеге қабілетті тұлғаны жасау, заман сұранысына сай ізденімпаз тұлғаны қалыптастыру. Оқыту процесінің нәтижелі болуы оқытушының сабақ беру шеберлігіне, сабағын қызықты жүргізіп, зейін қойдыра білуіне, оқушылардың өздігінен білім алуға үйренуіне байланысты. Қандай да болмасын, жаңа әдіс тәсілдер оқушының өз бетімен оқып үйренуіне, сенімін ұялатып, шығармашылықпен жұмыс істеуіне, қорытынды жасай алуына, сөйлеу мәдениетін өсуіне ықпал етеді, білім сапасын арттырады. Сабақ жоспарын тиімді құру, оқу мақсаттарын дұрыс қою, оқу мен оқыту міндеттерін, оқудың нәтижелі болуын қамтамасыз ететіндей оқыту стратегияларын қай жағдайда қолдану керектігін, әр әдіс тәсілде кері байланысты жүзеге асыруы, өз жұмыстарына рефлексия жасай білулерін үйретуге бағыттаймын. Оқушының өз ойын еркін айта алатындай жағдай жасай отырып, әр оқушымен жекелей әрі топтық бағытта жұмысты ұйымдастыру жолдарын көрсетемін. Бұрын оқу үрдісінде мұғалім басты рөл атқарған болса, қазір оқушының белсенділік көрсететін кезі туды. Сабақ мұғалімнің емес, оқушының іс-әрекетімен бағаланады. Қазіргі заманда нені оқыту емес, қалай оқыту маңыздырақ болып отыр. Сабақ барысында оқушының іздену мен зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында қолданылатын технологиялар баршылық. Үшінші алғышарт – теория мен практиканың шынайы интеграциясы. Колледждегі білім беру мектеп өмірінен алшақ болмауы тиіс. Студенттердің мектептегі үздіксіз педагогикалық практикасы осының кепілі. Практика барысында болашақ мамандар президент жарлығын мектеп қабырғасында іс жүзінде орындауды үйренеді. Мектептегі педагогикалық практика теория мен шынайы өмірдің алтын көпірі. Кез келген білім беру бағдарламасының шынайы сапасы мен тиімділігі, оның өміршеңдігі тікелей мектептегі педагогикалық практика барысында сыналады.
Біздің білім беру моделіміз бойынша студенттер мектеп қабырғасына алғашқы курстардан бастап қадам басады. Бұл дуалды бағыт теория мен практиканың алшақтығын жоюға мүмкіндік береді. Педагогика практика барысында болашақ мұғалімдер мектеп оқушыларымен бірге әдеби қонақжайлар ұйымдастырады. Оқитын мектеп жобалары аясында мектеп дәліздерінде буккроссинг акцияларын өткізеді. Заманауи авторлармен кездесу ұйымдастырады. Ең бастысы, мектеп тәжірибелі педагог менторлармен, яғни тәлімгерлермен тығыз байланысты жұмыс істей отырып, олар оқушылардың жас ерекшелік психологиясын түсінуді, сыныпты заманауи әдістермен басқаруды және колледж қабырғасында алған теориялық білімді тірі аудиторияда қолдануды үйренеді. Бұл практика жас маманның кәсіби тұрғыдан ерте пісіліп жетілуіне ықпал етеді. Бүгінгі таңда мектептегі тәжірибе көрсеткендей, қазіргі мұғалім жан-жақты құзыреттілікке ие болуы тиіс. Біз болашақ мамандардың бойында мынандай үш басты бағытты дамытамыз. Бірінші, цифрлық гуманитаристика. Заман өзгерді, демек әдістеме де өзгеру тиіс. Болашақ мұғалімдер қазақ тілінің ұлттық корпусын, электронды сөздіктер мен мәтінді талдайтын жасанды интеллект құралдарын мектеп сабағында тиімді қолдана білуі қажет. Екінші, функционалдық сауаттылық. Бұл білімді өмірде қолдана алу дағдысы. Оқушылардың халықаралық PISA зерттеулерінің талаптарына сай, мәтінді жай ғана оқып шығуға емес, оның астарын түсінуге, ақпаратты бөліп алуға және оған сыни тұрғыдан өз бағасын беруге баулу. Үшінші, креативті индустрия. Әдебиет сабақтарын заманауи трендтермен, яғни подкаст жазу, цифрлық сторителлинг пен визуалды контент жасау арқылы тартымды ету. Бұл жас ұрпақтың тілінде сөйлей білу деген сөз. Ұлы ойшыл Әл-Фараби бабамыз дүниедегі ең қатты нәрсе білім, ең жұмсақ нәрсе тіл, соның екеуін меңгерген адам ғана нағыз маман деген екен. Біз болашақ мамандарға тілді тек құрғақ грамматикалық ережелер жиынтығы ретінде емес, тірі коммуникация, шешендік өнер және мәдениет құралы ретінде оқыту әдістемесін береміз. Осы өнерді балаға сіңіру үшін біздің студенттер мектептегі практика кезінде көркем шығармаларды кросс-медикалық форматта ұсынады. Бұл төртінші алғы шарт технологиялық және әдістемелік жаңғыру болып табылады. Заманауи филолог-педагог цифрлық гуманитаристика құралдарын, электронды сөздіктер мен ұлттық корпусты еркін қолдануы қажет. Сонымен қатар мектеп оқушыларының халықаралық PISA зерттеулеріндегі функционалдық сауаттылығын арттыруға бейімделуі тиіс. Телефонға телмірген бүгінгі ұрпақтың клиптік ойлау жүйесін ескере отырып, көркем шығармаларға кросс-медиалық форматта буктрейлер, әдеби кірістер ұсыну уақыт талабы. Олар сабақта және сыныптан тыс жұмыстарда әдеби комикстер құрастырады. Шығармалар желісімен интерактивті квесттер мен буктрейлерлер, кітапқа арналған қысқа қызықты бейнероликтер дайындайды. Мұндай тәсілдер мектеп оқушыларының кітапқа деген қызығушылығын оятып, президент жарлығының мектеп деңгейінде сапалы, нәтижелі орындалуына тікелей ықпал етеді. Құрметті әріптестер, конференцияға қатысушылар, қорыта айтқанда, болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мамандарын заманауи технологиялармен қаруландыра отырып, мектептегі шынайы практикамен ұштастыру мемлекетіміздің интеллектуалды, рухани болашағына салынған ең сенімді әрі қайтарымы мол инвестиция. Президент жарлығында тайға таңба басқандай анық айтылған, кітап оқитын ұлт қана бәсекеге қабілетті болады. Ал сол кітап оқитын, зерделі, парасатты ұлтты тәрбиелейтін біздің бүгінгі білімді, креативті, инновациялық әдістерді меңгерген және ұлттық құндылықтарды ту еткен болашақ мұғалімдеріміз. Біздің міндет олардың осы жолдағы қадамдарына демеу болып, саналы біліммен қаруландыру. Осы бағытта мектеп педагогикасының күрделі де маңызды бір мәселесі студентті болашақ мамандығына бейімдеу, кәсіптік біліктілік құзыреттіліктерін қалыптастырудың маңызы зор демекпін. Назарларыңызға рахмет.